Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін Гүлханның мантысын жасаймыз. Бұл мантыны розочка деп те атайды. Тез жасалады және де дәмді болып шығатын мантылардың бірі. Ол үшін ең бірінші қамырымызды дайындап аламыз. Ұнымызды илеуіштен өткізіп, осылай ортасын ашып, оған жұмыртқаны, тұзды және суды жай-жайдан құйып тұрып, қамыр илейміз. Суымызды бірден көп мөлшерде құйып жібермейміз. Қамырымыз былжырақ болып кетеді. Керекті заттардың мөлшерін мен астына описаниеға жазып кетемін. Міне менде осындай қамыр дайын болды. Бұл қамырды 20 минутқа үстін жауып қойып қоямын. Қамырымыздың иі қанып, жақсы эластичный қамыр болып шығады. Енді салмамызды дайындаймыз. Салмамыз үшін бізге фарш және пияз, қара бұрыш пен тұз қажет болады. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз да фаршымыздың үстінен салып, оған тұз бен қара бұрышымызды қосып, әркімнің өз қалауынша жақсылап араластырып аламыз. Міне салмамыз дайын. Енді нанымызды жазуға кірісеміз. Нанымызды жұқалап жайып аламыз осылайынан. Енді дайын болған жаймамызды оқтауға орап, оқтаудың бойымен ұзыншақ кесеміз. Міне бізде бір келкі осындай нандар дайын болды. Енді нанымыздың бір шетіне жаңа салмамызды салып, екінші шетімен қайырып жауып, жабыстырмаймыз, қайырамыз да осыны дөңгелетіп ораймыз. Міне бізде осындай гүлге ұқсас манты шықты. Менде 8 штук шығады. Енді қазанымызды қатты қыздырып алып, оның үстіне сұйық майымызды құямыз да, пиязымыз бен теркадан өткізілген сәбізімізді қуырамыз. Аса қатты қуырмаймыз. Тұз бен бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы қуырылған сәбізіміз бен пиязымыздың үстіне жаңағы жасаған мантыларымызды жинаймыз. Менде 8 штук. Бір келкі қып салып алғаннан кейін, енді осы мантымыздың қазанның бір шетінен қайнаған суымызды құямыз. Мантымызға сәл-пәл жеткізбей, өстіп су құйғаннан кейін, енді суымызды қасықпен мантыларымыздың үстіне құйып шығамыз. Іші жақсы пісу үшін құйылады бұл су. Қақпағын жауып 20-25 минут қайнатамыз. Міне біздің Гүлханның мантымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.